Сәлеметсіздер достар, мен атым Тілеужанова Лаура, Happiness компаниясының әріптесімін. Сіздерге бүгін пентаграмма тақырыбына онлайн сабақ өткіземін. Біз және Тибет медицинасының өнімдерімен жұмыс істегендіктен, олардың жәнегі ағзаға қалай жұмыс істеуін білу бізге өте қажет. Шығыс Тибет медицинасының 5000 жылдан астам тарихи тәжірибесі болғандықтан, бұның өте үлкен құпиялары бар. Сол құпияларымен сіздермен бөлісеміз. Happiness компаниясының өнімдері біздің ағзамызға пайдалы, тиімді жұмыс жасау үшін біз өзіміздің ағзамыз қалай жұмыс істейтінін білуіміз қажет. Бұл 5 дөңгелек 5 стихияны білдіреді. Бұл жәнегі пентаграмма осы шығыс медицинасының негізі болып табылады. Шығыс медицинасы және біздің ағзамыздың және ауруды емес, органды емес, біздің сол аурудың себебі неде? Соны жәнегі іздеп, соны түп тамырымен жоюға арналған. Сондықтан осы схема бойынша сіздің өз ағзаңыз қалай жұмыс істейді, соны біле аласыз. Және сізге қажетті тиімді препараттарды таңдай аласыз. Енді біздің ағзамыз ол ци энергиясымен жұмыс істейді. Жәнегі батыс медицинасында жүрек ең бірінші орган десе, ал шығыс медицинасында бүйрек жәнегі ең маңызды орган деп саналады. Өйткені бала және ананың ішінде пайда болған кезде ішкі органдардың ең біріншісі болып бүйрек пайда бола бастайды екен. Сол жерде біздің және өмірлік ци энергиясы шоғырланады. Адамның бүйрегі қаншалықты жақсы жұмыс істесе, соншалықты оның өмірге деген құштарлығы, оның жәнегі өмірінің ұзақтығы соған байланысты екен. Сондықтан сіздің бүйрегіңізге байланысты, сіздің бүйрегіңіз ол сіздің батарейкаңыз, аккумуляторыңыз деп есептеулеріңізге болады. Жәнегі ци энергиясы біздің ағзамызда жәнегі осы схема бойынша әрбір 2 сағат сайын жәнегі жылжып отырады. Мысалы үшін түнгі сағат 3 пен 5 аралығында көп балалар дүниеге келеді. Жәнегі ци энергиясы сол кезде біздің өкпемізде пайда болады екен. 3 пен 5 аралығында біздің өкпеміз өте жақсы жұмыс істей бастайды. Ол жәнегі бүкіл ағзадан өзіне қажетті минералдар, витаминдерді іздейді, клеткалары ашылады және активно жұмыс істей бастайды. Өмірлік ци энергиясы біздің ағзамызда 24 сағаттың ішінде айналып жүреді. Әр органда 2 сағаттан шоғырланып отырады. Ең бірінші түнгі сағат 3-те жәнегі өкпемізде 3 пен 5 арасында шоғырланады. 5 пен 7 арасында тікішекте, 7 мен 9 арасында асқазанда, 9 мен 11 арасында және көк бауыр мен ұйқы безде, 11 мен 1 сағат арасында жүректе, мида, 1 мен 3 арасында біздің омыртқамызбен және аш ішегімізде, 3 пен 5 аралығында біздің қуығымызда, 5 пен 7 аралығында бүйрегімізде, 7 мен 9 арасында біздің перикардымыз дейді, жүректің сыртқы қабықшасы, сыртқы сумкасы деп аталады. Кешкі 9 пен кешкі 11 арасында 3 жылытқыш дейді, триабагребатері дейді. Біздің денемізде біздің бас жағымыз, кеуде жағымыз және ішкі жағымыз осыларды айналып отырады. Түнгі сағат 11 мен 1 арасында өт шоғырланады және түнгі сағат 1 мен 3-те біздің бауырымызда шоғырланады. Өстіп 24 сағаттың ішінде біздің ағзамызда айналып әрбір органдарымызды жәнегі активировать етіп отырады. Сол кезде бұл органдардың клеткасы жәнегі ағзадан питание, минерал, витаминдер іздеп өзін қайтадан қалпына келтіреді. Мысал үшін көп адамдар 5 пен 7 арасында оянбайды. Сол кезде жәнегі тік ішегімізде біздің және ци энергиясы тұрып қалады, блокироваться етіп қалады. Одан кейін егер запор болатын болса, іш қататын болса, жәнегі энергия айналмай қояды. Адам әлсіреп, біздің органдарымыз қайтадан қалпына келмейтін жағдайға барады. Енді біздің және органдарымыз 24 сағаттың ішінде біздің ағзамызда айналатын болса, ол және 1 жылдың ішінде
тағы да біздің ағзамызды айналып отырады. Ол қалай? Мысал үшін, біздің мына бірінші стихия бұл ағаш деп аталады. Оған өт пен бауыр жатады. Екінші жүрек пен аш жүрек бұл жәнегі жаз уақытына. Біздің өт жолдарымыз бен бауырымыз бұл көктемге сәйкес келсе, көктем кезінде ци энергиясы және өт пен бауырда шоғырланады. Одан жазда жүрек жәнегі аш жүрек, ми мен омыртқа осы органдарда ци энергиясы болады. Одан ерте күз деп аталады. Асқазан, көк бауыр мен ұйқы без осы кезде ерте күзде және тамыз айының аяқ жағы қыркүйек айында шоғырланады және ци энергиясы. Қара күз, мысалы үшін өкпе мен тікішек осы органдарда қара күзде және қазан, қараша айларында осы кезде шоғырланады. Ци энергиясы қыс кезінде қуық пен бүйректе шоғырланады. Мысалы үшін мынау ағаш стихиясына сәйкес келеді. Мынау отқа сәйкес келеді жүрек пен аш жүрек. Асқазан мен ұйқы без және көк бауыр бұл жәнегі жерге сәйкес келеді, жер стихиясына. Өкпе мен тікішек бұл металға сәйкес келеді, металл стихиясына. Ал бүйрек пен қуық бұл су энергиясына сәйкес келеді. Бұл стихия, 5 стихияның бәрі бір-бірімен сәйкес болып, бірін-бірі бақылап, бірін-бірін және өшіріп отырады. Контролирует и жәнегі корректирует деп айтуға болады. Көктем кезінде бауыр мен өт жолдарына аса жәнегі профилактика жасаған дұрыс. Ал жаз кезінде жүрек пен жәнегі аш жүрекке, ерте күзде асқазан мен көк бауыр ұйқы безге, қара күзде тікішек пен өкпеге, ал қыс кезінде бүйрек пен қуыққа осы органдарға профилактика жасаған дұрыс. Қарап отырғандай және ци энергиясы өстіп 24 сағат сайын жәнегі 12 ай сайын біздің ағзамызда айналым жасайды. Енді бұл энергия, ци энергиясы екіге бөлінеді екен, және ян энергиясы және ин энергиясы. Бұл қандай энергиялар? Ян энергиясы бұл ер адамның энергиясы. Ол жәнегі жеңіл, ашық, сондай энергия болып табылады. Ал ин энергиясы бұл әйел адамның энергиясы. Бұл жәнегі баяу, қара, сондай өте ауыр энергия болып есептелінеді. Мысалы үшін ян энергиясы бұл жәнегі көк болса, аспан болса, ал ин энергиясы бұл жер болып табылады. Сонда біздің мына органдарымызда солай бөлінеді екен. Мына дөңгелектің ішіндегі бауыр, жүрек, көк бауыр мен ұйқы без, өкпе, бүйрек, бұлар бәрі ин энергия, женский энергия деп аталады. Ал сыртында жатқан жәнегі өт жолдары, аш жүрек пен омыртқа, асқазан, тікішек, қуық, бұлар және қуыс органдар, бұлар ян энергиясы, мужская энергия деп аталады. Бұлардың жәнегі жұмысы да сол жәнегі энергияларға сәйкес келеді. Мысалы үшін, және мына үйдің іші сияқты, әйел адамдар үйдің ішінде отырады ғой. Сол сияқты бұлар үйдің ішінде, бұлар біз сияқты күні-түні жұмыс істей береді. Мысалы үшін, ұйықтап қане жәнегі демаламыз, әйтпесе үйде де жұмыс бар, сыртта да жұмыс бар. Сол сияқты мынау әйел адамдардың энергиясына сай, мысалы үшін, жүректе 24 сағат жұмыс істеп тұрады, көк бауыр, ұйқы без, жәнегі өкпе, бүйрек, бауыр, бұл органдар 24 сағат сайын жұмыс істеп тұрады. Бұл органдарда және болевой рецепторлар, ауырсыну рецепторлары және нерв және талшықтары бұл жерде орналаспаған. Сондықтан бұл органдардың ауырғанын біз сезбейміз. Егер сезетін болсақ, бұлар органдарға мысалы үшін өте ауыр болады, нагрузка болады. Сондықтан бұл органдарға біз қалай олардың дұрыс жұмыс істемей жатқанын қалай білеміз. Ол үшін жәнегі денсаулық нумерологиясын жасап алуға болады, қай органдарыңыз қалай жұмыс істейді, немесе сырт келбетіңізге, өзіңіздің жәнегі самочувствиеңізге байланысты бұл органдарды біз сырт бетімізге диагностикаға
диагностика жасап, бетімізге жәнегі сырт келбетімізге диагностика жасап, бұл органдарды алдын ала профилактика жасап, ауыр және хронический дейді ғой, сондай аурулардың алдын ала аламыз. Ол және келесі сабақта беріледі. Ал мына сыртқы крупный, шеңбердің сыртындағы органдар, аш-ішек пен омыртқа, асқазан, тікішек, қуық және өт жолдары, бұлар янь энергиясының органдары, мужские, ер адамның және органдары. Олар уақытша жұмыс істейді, өздерінің жұмыстарын жұмыс істейді, және ер адамдар сырттан келіп жұмысын істеп келеді, үйде демалатын сияқты. Бұлардың да және жұмыс істеу тәртібі сондай. Жәнегі аш-ішегіміз тамақты сіңіреді, олар 12 метрге дейін болады. Аш-ішек ішінде түкшелері болады, жәнегі асқазаннан қорытылып түскен тамақты сіңіріп клеткаларға апарады. Асқазан және тамақты қорытып тастайды, одан демалады. Тікішек, мысалы үшін, ағзаның қалдықтарын шығарады, одан демалады. Қуық, мысалы үшін, жәнегі артық сұйықтықтарды шығарады, демалады, және өт жолдары өтті шығарады да демалады. Бұлардың біз ауырсынғанын, ауырғанын, дұрыс жұмыс істемегенін біле аламыз. Өйткені олар, мысалы үшін, аш-ішекте дұрыс жұмыс болса, дисбактериоз болады. Асқазан дұрыс тамақты қорытпаса, және асқазанымыздың тұсында спазм, ауырсыну, сондай сезімдерді сеземіз. Тікішек, мысалы үшін, жәнегі ішқату, мочевой пузырь, қуық жолдары дұрыс жұмыс істемесе, цистит, өт жолдары дұрыс жұмыс істемесе, мына оң жағымызда ауырсыну сезімдері жәнегі пайда болады. Сондықтан біздің жәнегі күтетін органдарымыз ол әрине сыртқы янь органдарда, инь органдары. Инь органдарына біз өте жәнегі дұрыс қарауымыз керек. Өйткені егер олар ауыратын болса, ол уже өте хронический, өте және қиын жағдай деп есептеледі. Егер олар ауыратын болса, мысалы үшін, бүйректе тас пайда болса, сразу операция, бауырда, мысалы үшін, асқынып кетсе, ол цирроз, гепатиттердің түрлерін апарады. Мысалы үшін, жүрек дұрыс жұмыс істемесе, инсульт, инфаркт және әртүрлі сондай жүрек недостаточность, сердечная недостаточность, сол сияқты әртүрлі жағдайларға апарады. Ал көкбауыр және көкбауырды кесіп алып тастайды. Ұйқы без, оның ішінде және диабет болып кетуі мүмкін. Өкпе және туберкулез, пневмония, астма, сол сияқты ауруларға апаруы мүмкін. Сондықтан біздің Happiness компаниясының білімі, сіз мына органдарыңыздың дер кезінде сол органдарыңызға профилактика жасау үшін осындай білімдерді сізге таратамыз. Және екінші тағы қандай жағдайлар, бұл органдарымыз қалай жұмыс істейді бір-бірімен. Мысалы үшін, мына янь органы мен инь органдары бір-бірімен бір және меридианда орналасқан. Бір меридианда аш-ішек және жүрек. Егер біреуінің жұмысы дұрыс болмаса, ол екіншісінің жәнегі қызметіне әсер етеді. Мысалы үшін, егер аш-ішек жәнегі түскен тамақтан минерал, витаминдерді дұрыс сіңіре алмаса, ол жүрекке, мысалы үшін, питание бара алмай қалады. Сондықтан жүрек әлсірейді. Ал жүрек біздің моторымыз, ол жәнегі дұрыс жұмыс істеп тұру керек. Жәнегі ал біздің асқазанымыз дұрыс тамақты қорытпай қалса, ал көкбауырға жәнегі ұйқы безге әсер етеді. Мысалы үшін, көкбауыр ол қан жасайтын орган. Ол дұрыс жәнегі тамақ қорытылып, дұрыс сіңіп, оның бәрі жәнегі дұрыс қан жасалуға апарады. Ал ұйқы без бізде инсулин шығарады. Мысалы үшін, асқазанға тәтті тамақ түсі инсулин бөлініп отырады. Оның өзінің жәнегі талшықтары болады, жәнегі ұйқы безінің ішіндегі. Сондықтан тәтті тағамдарды азырақ жеген дұрыс, өйткені мысалы үшін, дұрыс мөлшерде инсулин бөлінбей қалатын болса, жәнегі тарқалмаған, расширяция етілмей қалған және қан асқазаннан аш-ішекке түсіп, органдарға тарап, ол қан және біздің внутренний круг дейді, мына жерде контроль жасайтын бүйректегі нефрондар деп аталады сияқты. Нефрондар, фильтрлар, олар солардың фильтрларын және жеп қояды. Жәнегі тура бүйрекке және салмақ түсіреді.
Сондықтан мына жерде бізде алына өкпе мен тік ішек. Мысалы үшін тік ішекте егер де сіздерде запор болатын болса, іш қататын болса, ол және өкпемен қалай байланысты. Мысалы үшін жәнегі мына тік ішегіміз, мына өкпемізге, өкпеміз былай оттегін алып, мына сияқты тарамдалып, мына жақта алвеолалар деп аталады, тесіктер, клеткаларға оттегін жеткізетін жәнегі кішкентай клапан сияқтылар. Ал тік ішекте жәнегі запор болатын болса, дәрет тұрып қалатын болса, мына жерде бізде ішкі брюшная полость дейді, ішімізде 45 градус ыстық болады. Ол тұрып қалған нәрсе, онда холодильник жоқ, және пары көтеріліп, жәнегі мына алвеолаларды бітеп тастайды. Сол кезде адамда одышка пайда бола бастайды, дем жетпей, кислород жетпей сияқты, жәнегі мына клеткаларымыз біздің кислородта алынмай қалады. Ал клеткаларымыз туралы айта кететін болсақ, біздің әрбір клеткамызға жәнегі су кірет, одан оттегі кірет, О2, және аминокислотамен және белоктар, глюкоза мен аминокислота кіру керек. Жәнегі судың арқасында структурированный су, және судың арқасында мына жерде болған реакциядан қалған қалдықтар мына клеткадан шығып кету керек, сумен шайылып, улы заттар, токсиндер, мысалы үшін. Ал оттегі арқылы мына жерде аминокислота бұл және белоктың, ал глюкоза жәнегі углеводтар дейді ғой, қанттардың, солардың реакциялардың арқасында клеткаларда болған. Ол реакциялар жанып, және аминокислота, глюкоза жану үшін жәнегі оттегі қажет. Егер де сіздің клеткаларыңызға оттегі жетіспейтін болса, жәнегі өкпеңіз әлсіз жұмыс істейтін болса, су ішпесеңіз дұрыс мөлшерде, сіздің жәнегі энергияңыз түседі. Жәнегі клеткаларда болған реакциялардың әсерінен сіз энергия ала алмайсыз. Ол жәнегі қайтадан организмнен және клеткадан шығып кетеді, және аминокислоталар және глюкозалар. Сондықтан бұны жағатын жәнегі оттегі. Оттегі бізде аштығы судан аламыз. Мысалы үшін 30 грамм біздің әр 1 килограмм дене салмағына 30 грамм су ішуіміз керек. Оны және күн сайын, мысалы үшін, 1 стақан, 1,5-2 стақанға дейін аш қарынға отырып, жәнегі суды ішкен дұрыс. Жәнегі бұл ішек жолдарын тазалап шығады. Одан кейін тік ішектің, тоқ ішектің, аш ішек пен тік ішектің жұмысын жақсартады. Артық қалдықтарды шығарып, жәнегі жаңа түскен тамақты қайтадан жақсы сіңіруге, минерал витаминдерін клеткаларға жеткізуге көмектеседі. Бүйрегіміз бен қуығымыз бұл бір меридианда орналасқан, олар бірге жұмыс істейді, және аяқтан сыз өтсе, және қуықта және сразу воспалительный процесстер, қабыну процесстері пайда болады. Ол және бір-бірімен байланысты, өте тығыз байланысты болғандықтан, мына жерде бүйрек және мына жерде матка орналасқан. Ал ер адамдарда простата, бүйрек пен жәнегі матка простатаға өте тікелей жәнегі әсер ететін болады. Олардың қызметін әсер етіп, және қабыну процестерін тезірек соларға жеткізіп отырады. Біздің бауырымыз бен және өт жолдары. Бауыр бізде өт жасайтын орган. Бұл біздің ағзамызда резервуар деуге болады, қан жасайтын. Мысалы үшін, көк бауыр бізде қанды жасап шығарып, бүйрегіміз қанды тазалап, жәнегі мочадан. Ал бауырымызда соның бәрі жиналады. Соның бәрі жиналып, ары қарай енді последнее отфильтрование, последнее және ең ақырғы ағзадағы қанды тазалау. Егер сіздің бауырыңыз дұрыс жұмыс істемейтін болса, және өзіңіздің денсаулық нумерологиясы бойынша сол істемейтін болса, және оған мысалы үшін нагрузка түсіретін болсаңыз, бауырға ол жәнегі алкоголь, ол және тәтті, острый пища, өте көп тамақ, қорытылмайтын, біздің бауырымыз әлсірейді, өтті дұрыс шығара алмайды. Ал өт бізде жәнегі өт қабықшасына өтіп, өт қабықшасы біздің асқазанымызға барады. Асқазанымызға майлы тамақ түскен кезде өт бөлінеді.
Сондықтан түні бойы жиналған өт таңертең толығымен өт қабықшасына шығып кету керек. Сондықтан сіздерге таңертең плотный завтрак бір кішкене маймен, сары май болсын, жәнегі шакүдектің майы болсын, соны аздап тамаққа қосқан дұрыс. Біздің және ең органдарымыз бұлар түнгі уақытта жұмыс істейді. Және түнгі уақытта олар активный болады, жүрек қалпына келеді, көк бауыр, ұйқы без, өкпе, және біздің бүйрегіміз, біздің маткамыз, простата, одан кейін бауыр, осы органдар түнде олар активно жұмыс істеп, тазаланып, ағзадағы улы заттарды және нейтрализовать етіп, өздері қалпына келіп, солай жұмыс істейді. Сондықтан түнгі уақытта кешкі, мысалы үшін 11-ге дейін ұйықтаған дұрыс, сол кезде біздің органдарымыз қалпына келіп үлгереді. Ал күндізгі уақытта жәнегі янь органдары, ер адамдың органдары, осылар активно белсенді жұмыс істейді. Олар жәнегі тамақты қорытады, сіңіреді, өтті шығарады, жәнегі улы заттарды шығарады. Ал жәнегі тікішек астың қалдықтарын шығарып, бұлар күні жұмыс істейді. Енді біздің мына ішкі ен органдарына тоқтала кетсек, бұлар бір-бірімен жәнегі бақылау жұмыстарын жүргізеді, және айтып кеткендей, біздің жәнегі ұйқы безіміз дұрыс жұмыс істеп тұрса, қан және инсулинді жақсы шығарып тұрса, көк бауырымыз жақсы қан шығарып тұратын болса, оның бәрі бүйрекке барады да фильтрланады, тазаланады. Бүйрегімізде біздің жәнегі туған кезде миллион нефрон, миллион фильтрлар болады. 70 жасқа таяғанда олардың 500 мыңы ғана қалады. Сондықтан адамның және тез қартайып, тез және өмірге құштарлығы сөніп кететіні, ол жәнегі оның бүйрегінің жәнегі жай күйіне байланысты. Сондықтан егер сіздер өте сондай белсенді, активный өздеріңіздің және егде жасыңызды қарсы алғыңыз келсе, қазірден бастап қандай жаста болмасын, бүйрегіңізді тазалап қалпына келтіріп күтетін болсаңыз, сондай сізде жәнегі өте жақсы жас қалпыңызда, энергияңыз мол қалпыңызда егде жасыңызды қарсы аласыз. Енді біздің және көк бауыр, бүйректегі фильтр, ол жәнегі зәрді шығарады, және таза қанды фильтровать етіп ағзаға қайтадан жібереді. Ол жәнегі біздің бүйрегіміз, біздің жүректі жәнегі бақылайды. Біздің жүрегіміз қанды организмде және жүргізіп отыратын орган. Сондықтан қандай қан болады, қойылған бола ма, улыған бола ма, тазаған бола ма, бүкіл жәнегі жүректің жұмысына сосудистая система дейді ғой, және қан тамырларын жәнегі жай күйі осы жүрекке байланысты болады. Сондықтан қандай қан барады, сондай және жүрек сондай жұмысы болады. Егер де мысалы үшін әртүрлі жағдайлар болады, почкасы отказ беріп, адамдар және жүрегі тоқтап қалып жатады, сондай случайлар бар. Сондықтан біздің бүйрегіміз және жүректі салқындатып тұратын орган. Охлаждает дейді, бүйректі бізде организмдегі салқын температураны жинап алады да, бүйрегіміз ол жүректі салқындатып тұрады. Ол жүрек деген 24 сағат сайын 24 сағат бойы жұмыс істеп тұратын орган болғандықтан, оның жәнегі кабельдары, ішінде моторы, кабельдар күйіп кетпеу үшін, және оған салқын температура керек. Сондықтан біздің бүйрегіміз жүректі бақылап тұрады. Ал жүрек біздің жәнегі өкпемізді бақылайды. Мынандай стрелка жүрекке жәнегі сол жақ қалқаншадан өкпеге қарай қан өтеді, және оттегімен қанығып қайтадан қайтып келеді. Сол кезде қанның құрамы улы болса, және өкпеде қалып қояды жәнегі улы заттар. Сондықтан өкпе және кішкене әлсірейді. Ағзаға оттегін жеткізу, қалпына келу және процестері баяулайды. Ал біздің өкпеміз, мысалы үшін, дұрыс кислород, дұрыс оттегін егер қабылдамайтын болса, клеткаларға жібермейтін болса, біздің бауырымызға салмақ түседі, және қан клеткалары және оттегімен қанықпайды. Бүйректің, бауырдың қан тазалық функциясын жәнегі
качественно дейді, сапалы түрде және жүрмейді, қан тазаланбайды. Оның жәнегі оттегінің әсері өте мол. Ал біздің бауырымыз және ұйқы безіне, көк бауырға әсер ететіні, біздің ұйқы безде бөлетін инсулин, егер бауырда өте улы қан болатын болса, дұрыс тазаланбайтын болса, бауыр жұмыс істемейтін болса дұрыстап, біздің инсулинді ол және нейтрализовать етіп жібереді. Сондықтан біздің әрбір органдарымыздың жұмысы біздің бүкіл ағзамыздың жұмысына әсер етеді екен. Ал біз, мысалы үшін, 24 сағат бойы осы органдарымызға әсер етіп отырсамыз, жәнегі тікішектен бастаймыз, уақытында улы заттарды, астың қалдықтарын уақытында сағат 7-ге дейін шығарып отырсақ, ол қайтадан, өйткені 7-ден кейін ол жәнегі тікішекте тұрып қайтадан қанға сіңе бастайды. Қанға сіңген нәрсе оның бәрі және миға барады, миға әсер етеді, кері әсер ете бастайды. Сіз өз ағзаңызды улай бастайсыз. Кейбір кісілер, мысалы үшін, 1 жұма, 2 жұма, тіптен 3 жұмаға дейін жәнегі үлкен дәретке бармайды екен. Ол өте қорқынышты жағдай, өйткені бүкіл органдарымыз біздің қинала жұмыс істей бастайды. Кәдімгідей организм, адам өз ағзасын өзі улай бастайды. Сондықтан сізге жәнегі Happiness компаниясының препараттарын уақытында қабылдаудың арқасында, дұрыс қабылдаудың арқасында, меридиандармен қабылдаудың арқасында және мезгілдермен дұрыс қабылдаудың арқасында сізде және денсаулық нумерологиясы бойынша, егер де дұрыс жұмыс істемейтін органдарыңыз болса, сол жәнегі жетіспеген нәрселердің бәрін қалпына келтіре аласыз. Сіздің ағзаңыз, мысалы үшін, 1 жылдың ішінде біздің продукциямызды дұрыс ішкен адамдардың ағзасы және толығымен қалпына келе бастайды. Ағзада және жасару процестері пайда бастайды. Көктем кезінде, мысалы үшін, өт жолдарымен бауыр функциясын, бауырды осыны тазалаған дұрыс. Бұл біздің қазіргі ішетін және заттарымыз, ол жәнегі Сюшань, рыбий жир, спутник прекрасной еды, Дасюансу, Чантун, комплекс линжи деген осы препараттар, және де напиток на каждый день деген препараттар қазіргі біздің өт жолдарымен бауырдың функциясын қалпына келтіретін препараттар. Барлық препараттармен бірге жәнегі стопный пластыр, табанға жабыстыратын пластырларды бірге қолдансаңыз, ол препараттардың эффектісі 2 есе күшейеді. Ал жаз кезінде біз аш ішекпен және жүрек, ми мен омыртқаны қалпына келтіруіміз керек. Ол кезде жәнегі алкогольный напитоктарды, өте майлы жәнегі тамақтарды жемеген дұрыс, өйткені және біздің аш ішегіміз өте активна жұмыс істеп тұрады. Ол түскен нәрсенің барлығын сіңіріп алып, ол кезде тез толып кетуге болады. Жәнегі ол заттарды, егер консервант, эмульгатор, сол сияқты тамақтарды ішетін болсаңыз, оның бәрі органдарға тез жиналып ала қояды. Сондықтан максимально ол кезде жәнегі особенно қызыл фрукты, овощиларды жеген дұрыс. Өйткені міне қызыл цвет көріп тұрсыздар, бұл меридиандағы органдарға қызыл цвет өте қажет, олардың және қалпына келуі үшін. Сондықтан аш ішекке жылайтын және әртүрлі қызыл түсті ягодалар, қызыл алмалар, арбыз, қарбыз, сол сияқты нәрселерді жегендеріңіз дұрыс. Сол кезде сіздің және жүрегіңіз қалпына келеді, миыңыз қалпына келеді, омыртқаңыз және аш ішегіңізді сіз және дұрыс жұмысын қалпына келтіресіз. Ол кезде біздің препараттардан комплекс линжи, кардицепс, 2 түрлі кардицепс, соларды ішкен дұрыс. Және де рыбий жирді ішкен дұрыс. Одан кейін келесі біздегі жәнегі ерте көктем, бұл тамыз айының аяғы, қыркүйек айы, асқазан, көк бауыр және ұйқы бездерді қалпына келтіреміз. Бұл кезде өзіңіз көріп тұрғандай сары түсті жәнегі қауын, сол сияқты груша, сол сияқты нәрселер өзі табиғат сол кезде өзі пысыра бастайды. Сол кезде соларды пайдаланған дұрыс. Ал біздің препараттардан комплекс линжи көк бауыр мен ұйқы безге жақсы әсер етеді, Сюшань әсер етеді,
чай баланс әсер етеді, жәнегі асқазанға спутник прекрасныйды өте жақсы әсер етіп, бұл және органдарды қалпына келтіреді. Келесі қара көз өте және салқынданып қыс басталатын кезі, бұл өкпе мен тікішекті қалпына келтіретін жәнегі уақыт, мезгіл. Бұл кездерде мысалы үшін ақ түсті жеміс жидектерді жеген дұрыс, жәнегі ақ алма, ақ груша, ақ және фасоль, сол сияқты жеген дұрыс бұл кезде. Және өкпе мен тікішектің жұмысын қалпына келтіретін. Тікішекке бізге чантун дасюансы өте жақсы жұмыс істейді, спутник прекрасныйды, және біздің тікішектің перистатикасы дейді, тікішектің сыртындағы мышцалары болады. Астың қалдықтарын қысып шығаратын функциясы көп адамдарда жәнегі әлсірейді. Сол және спутник прекрасныйды осы мышцаларды қалпына келтіреді. Мына жерде жиналып қалған, жылдар бойы жиналып қалған астың қалдықтарын жібітіп отырып шығарады. Оған чантун дасюансы өте жақсы көмектеседі. Ал біздің өкпемізге бұл кезде кардицепс, екі түрлі кардицепс, сюшан препараттары өте жақсы әсер етеді. Келесі қыс кезінде біздің қалпына келтіретін бүйрек, матка, простата және қуық. Ол кезде өзіңіз білесіздер, күн салқындайды, белден төмен қарай аяқты өте жылы ұстау керек. Қара түсті черносливы, оливы, изюм, сол сияқты заттарды, сол сияқты жеміс жидектерді жеген дұрыс. Қара нан жеуге болады бұл кезде. Ал біздің жәнегі препараттардан әрине ол және бүйрек шайы, әрине ол стопный пластыр, тампон, және ер адамдарға және простатаға сюшан, жасыл кардицепс өте жақсы әсер етеді. Және қолымызға біздің жәнегі стопный пластырларымыз өкше жағымызға жабыстырсақ өте жақсы әсер етеді. Тағы да айтып кететін жағдайымыз, біздің жәнегі бұл органдар біздің жәнегі өміріміздің айналымында да кездеседі екен. Жәнегі ағаш стихиясы және адам туғаннан бастап 0 мен 10 жасына дейін жұмыс істейді, активно жұмыс істейді, өт жолдар мен бауыр жолдар. Сондықтан бұл иммунная система деп аталады. 10 жасқа дейін баланың денсаулығына өте қатты қарау керек. Оның бауыры мен және өт жолдарын дұрыстап қалпында ұстау керек, профилактика жасау керек. Сонда оның 10 жасқа дейінгі жинап алған иммунитеті бүкіл өмірінің соңына дейін жұмыс істеп тұрады. Бұл кезде және жасыл түсті жәнегі фрукты, овощиларды бергенге тырысу керек. Бауырына өте және көп кириешке және кока-кола, әртүрлі жәнегі тауықтан жасалған фастфудтар, соның бәріне көп жәнегі нагрузка түсіре бермеу керек баланың ағзасына. Өйткені оның иммунитеті мысалы үшін бүкіл өміріне қажет. Ал 10 жасқа дейін баланың жәнегі бауыры мен өт жолдары қалыптасады. 10 жастан бастап 20 жасқа дейін жәнегі жүрек, ми, ашшық және омыртқа жұмысын қалпына келтіреді. Олар дамиды, олар жәнегі қалыптасады. Ал 20 жас пен 30 жастың арасында асқазан жәнегі көк бауыр, ұйқы без осы органдарға әсіресе профилактика жасап, нагрузка түсірмей қалпына келтіріп отыру керек. Сары түсті, мысалы үшін әртүрлі затты, фрукт, овощиларды жеуге болады. 30 пен 40-ның арасында өкпе мен және тікішек. Ол кезде жәнегі тікішек дұрыс жұмыс істемейтін болса, және жылдар бойы жиналған каловый жәнегі каменьдар, каловый тастарына тікішектің бәрін жәнегі бітеп тастайды. Ол кезде 30 пен 40-ның арасында әсіресе адамға осы тікішекті тазалап өте қатты қадағалау керек, және өкпесіне және питание беру керек. Әртүрлі дыхательный және гимнастикалар жасап, озонированный су ішіп, және кислородпен ағзаны қамтамасыз етуге тырысу керек. 40 пен 50-ның арасы бұл біздің және бүйрегімізбен және қолымызға, матка, простатаға көп профилактика жасап, қатты қадағалау керек. Сол кезде жәнегі мочеполовой жәнегі әртүрлі аурулар пайда болып, асқынып, жәнегі біреудің маткасын кесіп алып тастайды, біреудің простатасында рак простата, әртүрлі циститтер әсіресе осы 40 пен 50-ның арасында жәнегі
қалпына келеді. Ары қарай міне осы кругпен жүре береді. Міне ары қарай осы органдарды өстіп және восстанавливать етіп, қалпына келтіріп, профилактика жасап, тазалап, әсіресе көңіл бөлу керек. Біздің жәнегі ағаш стихиясы өт пен бауыр, бұл біздің иммунная системамыз. Жүрек пен ащы бұл жәнегі от, ол біздің эндокринная система, гормональный фон. Асқазан, көкбауыр және ұйқы без, бұл бізде жер энергиясы, бұл жәнегі ас қорыту жүйесі. Өкпе мен тікішек, бұл бізде металл энергиясы. Бұл жәнегі демалу жүйесі, дыхательная система. Ал бүйрек, матка, простата жәнегі қуық, бұл біздегі жәнегі қан айналым жүйесі деп аталады. Кешкі сағат 8 бен 10 арасында бізде және эндокринная система, гормональный фон қалпына келетін жәнегі кез, уақыт. Сол кезде біздің асқазанымыздан щитовидная железа, басқа железалар және кальцийді сіңіреді. Сондықтан кешке таяу 8-ден кейін жәнегі сүт беретін, айран беретін, сол және соған байланысты. Сондықтан біздің кальцийді егер ішіп алатын болсаңыз, кешкі сағат 8-9 аралығында сізде гормональный фон кальцийді өте жақсы сіңіріп және жұмысын қалыпты істеп жүреді.